Қадірлі ағайын, дәл қазір әдемі бір термен ұсынсақ сіздерге. Шынында да қазақтың қанына сіңген осы терме өнері бір ерекше жүрекке жақын ғой. Терменің философиясы өзгеше, терменің берері қаншама. Сол себептен сол бір әдемі термен тыңдасақ. Өздеріңізге белгілі Нартай ақсақалдың шәкірті Құтбай ақсақалдың былай деп айтып жатқан термесін соны орындап берейін. Ал мен ағыбай туғылын тоқталайын, әңменен сөз арнасын атқарайын. Қылмасам көпке қызмет, келіспейді басымнан міндетімді атқарайын. Ақындар айтты екенде тоқталмаса, ал не керек арт жағыңда хат қалмаса, ақынның санатына қосылмайды. Тереңнен керіп сөзін топтамаса, Дұрғожа әкем аты Құтбай атым, ал әнге бай сөйлер сөзге тілім батыл, өзгені өскен жерім жаңа қорған. Әлшер сөйіннен арық затым, Құтбай деп атым екен әкем қойған. Ал көрген көз алдымда кетпейді ойдан, анамыз бізді туып қайтыс бопты. Білем деп қалқайтады өзім қайдам, 9-да атам әкеп мектеп беріп, ал оқыдым сабағымды көңіл бөліп, арабша 12-де қаттаныдым. Атамыз қаза тауып кеткен өліп, одан соң қапалықпен домбыралып, ән күйге жүрдім өте құмарланып, оқумен одан кейін ісім болмай, кетіппін домбырамен айқай салып. Жас келді сөйтіп жүріп 25-ке, 25 әр түрлісті түсірдеске, домбыра гармон менен қабат алып, айтқыш деп құмарландым пәлледесе. 60-тың үшеуінде жасым енді, жүректің басылып тұру тасу енді. Әзәлді жазған өнер болғаннан соң, мен мұнан құтылам бақ қашып енді. Сіздердің қызметіңізден тартынбаймын, саламат қосылғансың аға. Ой басым енді